Сен осы бейнеролик соңына дейін көрсең $130 табысқа жететін боласың. Мен атым Әлібек, интернет желісінде табыс тауып жүргеніме 3 жыл болды. Бүгін интернет желісінде сіздерге топ 3 ақша табу жолын көрсетемін. Кеттік. Binance Labs'тың қолдауымен бұл проект ашылды. Қазіргі сәтте хайпқа айналып жатыр. Дәл қазір кірсем, бұл проектке сен бірінші кірген адамдардың қатарына қосылатын боласыз. Ал білесіздер, бірінші кірген адамдар олар міндетті түрде табысқа жететін болады. Салымсыз Телеграмда бот арқылы біз табыс табатын боламыз. Мына сілтеме арқылы өтеміз. Ал бұл Телеграм постын сілтемесін описаниядан таба аласыздар. Кіргеннен кейін бұл Телеграм ботта сізге бірақ задача ол осы мына жерде көк батырма болады. Claim деген, соны сіздер 8 сағат сайын кіріп отырып басып отыру керексіздер. Яғни басасыздар, 8 сағат өткеннен тағы да claim жасасыздар, и сіздерге бұл жақта өздерінің Bloom деген токендары шотыңызға жиналып отыратын болады, яғни фарминг. Ортада көріп тұрғандай drop game coming soon деп тұр, яғни в ожидании airdrop болып тұр. Скоро бұл ашылатын болады, және де біз міндетті түрде табысқа жететін боламыз. Плюс сіздер таск арқылы, яғни задание арқылы социальный сеттерге подписка жасап, сіздер бұл жақта дополнительно өздерінің Bloom токенін табысқа жете аласыздар. Және де партнерская программа бар, сіздер бұл жақта өздеріңізде лимит болады, мына жерде көрсетіліп тұрады, 5 адам ғана шақыра аласыздар максимально. Мен қазір 150 адам ашқан болатын, яғни лидер ретінде сондай досым ашып берді маған. И қараңыздар, бұл жақта сіздер шақырған адамның фармикасынан, яғни олар тапқан токендарынан 10% сізге түсетін болады, ал олар шақырған адамдардың 2-5% тоже сіздерге түсетін болады. И жиналған общий сумма мына жерде көрсетіліп тұрады, и сіздер 8 сағатта тоже клейм жасай аласыздар. 8 сағат өтеді, клейм деген басасыздар, и общий счетқа түсетін болады. Көп токен жинасаңыз, дропта сізге көп берілетін болады. Бұл жақта прокачка ештен керек жоқ, только бір батырманы басып отырасың. Негізі Bloom'ның болашағы бар проект, сондықтан назарыңызға алыңыз, және де бүгіннен бастап кіріп фармингамен жұмыс істеңіз. Осы жақын арада Hot токен өзінің хайпына айналған болатын. Соған ұқсас тағы да бір проект шықты, келесіге өтейік. Екінші проекттің аты Virtus деп аталады. Бұл Hot токенге ұқсас интерфейс жағынан, және де қазір сәтте тоже біз майнинг жасап өздерінің виртуальный криптовалюталарын жинайтын боламыз. Кейін листингқа шыққан кезде ол тоже жақын арада шығады дейді, сол жақын арада біз уже доходқа шығатын боламыз. Айта кетейін, Virtus бұл кастодиальный кошелек, кастодиальный кошелек дегеніміз ол бізге полный доступ кошелекқа берілмейді. Яғни сіз осы кошелекті ашқан кезде сізге seed фраза берілмейді, и сіздің жалпы ошақта көрсетіліп жатқан активностарын ол өзінің основательні бәрі көріп отыра алады. Бірақ та біз бұл жаққа ақша құймаймыз, наоборот ақша табамыз, сондықтан бұл жақта бізге ешқандай қорқыныш жоқ. Майнинг деген вкладқа кіреміз, и мына жақта коллект деген батырманы басамыз. Өзінің определенный уақыт сайын тоже кіріп, бұл жақта бізге майнингті қосып отыру керек. Қазір сәтте менде 0.4 верт баланста бар. Яғни апгрейд бар, яғни сіздер бұл жақта прокачка жасай аласыздар. Біріншісі прокачка бізде, яғни сіздер әр сағат сайын, мысалы 0.2 койын емес, 0.3 койын табасыздар, ол үшін апгрейдпен сіздерге прокачка жасау керек. Екіншісі бізде бұл жақта сағатты создырсаңыздар болады. Яғни 4 сағат сайын емес, уже 6 сағат сайын кіріп отыруға болады, бірақ ол үшін бізге мына жақта 1.5 верт токен төлеу керек. Үшіншісі бізде уақыттың скорості көбейтеді, яғни 1x емес, уже 1.25x-ға көбейтеді. Яғни сізде бұл жақта уақытты кішкене үнемдейтін боласыздар. Тоже бұл жерде партнерская программа бар, яғни сіздер шақырған адамдардың майнингінен 16% сіздерге кэшбэк ретінде болып келеді. Майнинг арқылы сіздер верт токен жинайтын боласыздар, одан кейін листинг болғаннан кейін мына кошелекта, яғни портфолиоға вертқа түсетін болады, одан кейін тонға ауыстырасыздар, трансфер арқылы, и тонда уже сіздер басқа крипто кошелекқа шығарасыздар, а дальше Каспий Голдқа шешетін боласыз. Соңғы үшінші ақша табу жолы, ол сіз салымсыз түрде активность көрсетіп $130 табысқа жету мүмкіндігін бар. Bybit биржасында бізге активность көрсету керек, ең бастысы бұл жақта салымсыз, сондықтан любой кез келген адам бұл жақта істей алады. Ең бірінші бізге осы активность көрсеткен үшін 1000 адамға 1000 гами беріледі. Яғни бұл рандомна адамдарға беріледі. Мүмкін сіз алып қалу мүмкінсіз. Бұл жақта сізге примерно 5-ақ минутыңыз кетеді бұл активность көрсету үшін, сондықтан неге істемеске. Негізі қараңыздар, бұл 1000 гамин 130 USDT. Яғни қазір сәтте бұл негізі листинг керек жоқ, уже биржада бар, торговляда тұр. Енді бұл airdropқа қатысу үшін не істеу керек? Ол үшін бізге 3
Twitter'ға тіркелу керек. Біріншісі өзі Gummy-ға, екіншісі CryptoBunter дегенге тоже тіркелу керексіздер. И үшіншісі обычно Bybit'in өзінің Twitter'ына тіркелу керексіздер. Және де мына постқа бізге репост цитата жасау керек. Постты ашайық. Gummy airdrop ден скопировать етіп аласыздар. Мына quote дегенмен басамыз, яғни цитатамен. И мына жерге жазып кетесіз. Airdrop, тағы да өзіңіздің бір комментарияңыз қосып кетесіз. Яғни жақсы проект, болашағы бар проект деген бірақ ағылшынша түрде жазасыздар да и пост деген басасыздар. Мысал ретінде мен осы постты уже қалдырып қойған болатынмын. Одан кейін соңғы қадам, бұл жақта бізге осы қазір ғана жасалған постқа, яғни открыть новым ссылки деп кіреміз. И осы ссылканы скопировать етіп аласыздар да мына жаққа біріншісіне қоясыздар. Яғни сіз цитата репост жасалған сілтемесін осы жаққа қою керексіздер. Екіншісі Bybit'тағы бізге өзіміздің ID-мізді қою керекпіз. Ал сіз өз ID-іңізді осы жол арқылы кіре аласыздар. Яғни профильді басасыздар и мына жерде скопировать етіп аласыздар да және де мына жерге қоясыздар да мой ответке и отправить деген басасыздар. Болды. Одан кейін Telegram-ға тіркеліп қойдыңыздар, сол Telegram-да ответ шығатын болады, сол жақтан сіз списоктан көре аласыздар. Табысқа жеттіңіз ба, әлде жоқ па? Міндетті түрде Telegram-ға тіркеліп кетіңіз. Қорытынды достар, ең бастысы бұл жерде біз салымсыз түрде табыс тауып көретін боламыз. Бұл жақта сізге тек қана кететіні уақытыңыз ғана. Бір күніне 10-15 минут қана уақытыңыз кетеді, бірақ жақсы ақша таба аласыздар. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек, және де келесі көріскенше.